Ұлан Шолақ аренасындағы тұсаукесерді де көрді. Құтты болсын осы тұсаукесермен. Бірінші күні бірден Қытайда 102, нақтырақ айтатын болсақ. Қаралым жинақ. Осы туралы сөйлесек, өздеріңізге қалай қабылдадыңыздар? Ортақ абырой ғой, елдің абыройы, елдің мерейі, сондықтан және ұлттық арна өздеріңіздің де басқасында жүрдіңіздер, сол түсірілімнің баршаңыздың үлкен еңбектеріңіздің жемісі. Сондықтан ол жалғыз бір отбасының шеңберінен асып кеткені рас. Сондықтан баршамызға құтты болсын деймін. Өте қуаныштымыз, қуандық. Шын мәнінде біздің еліміздің туристік әлеуеті өте үлкен. Негізі жалпы жобаның мақсаты әрине өнерпаздарды, тамаша мықты өнерпазды анықтау. Сол арқылы біздің ұлан-ғайыр даламыздың, еліміздің керемет табиғатын көрсету, туристік мықты потенциалын көрсету.